Осы жылдың 5 март күні мемлекет басшысы тарапынан коррупцияның алдын алу бойынша жұмыслардың нәтижелігі һәм алдағы тикарғы вазипаларға арналған кеңейтілген мәжілісі болып өткен еді. Онда мемлекетіміз басшысы реформалар шешуші басқышқа кіріп атырған қазіргі уақытта елімізде коррупциядан аулақ орталық жарату бойынша жұмысларға баха беріп, алдағы вазипаларды анық белгілеп алу зәрулігіне айрықша тоқтап өтті. Мәселен, бұрын халыққа жер беру процесінде бұқаралар хакім һәм оңлаған мекемелер арасында сергіздан болып жүретұғын еді. Бүгін бұннан толық уаз кешіп аукцион системасына өтілуі нәтижесінде бұл система халықшыл болды. Мемлекет басшысы мәжіліс барысында коррупцияның бұннан былайда алдын алу, оны сапластыруда тарауларға вазипалар жүктеп тапсырмалар белгіледі. Коррупция ақыбетінде бүгінгі күнде бұл бүтін жаһан бойынша экономикасында міне 3 триллион доллар зиян көріп атырғалық, әлбетте бұл үлкен бір ұлыма глобалдық қауіп екендігін, коррупцияның бір сондай жауыз іллет, оның мемлекетке, конституцияға һәм низамларға сенген адамлардың ұлыма зиян жеткеретұғылығын һәм айрықша сол қауіпсіздік үшін айрықша қауіп екендігін айтып өткен еді. Кейінгі сол 6-7 жылдың ішінде коррупцияға қарсы күресу бойынша бұл система жаратылғандығын, бұл һәмме тараулар бойынша да бұл бойынша жұмыслар алып барылып атырғандығы, міне бүгінгі күнде һәмме тараулардан сол рақамластыру системасының енгізілгендігі, міне біз жоғары білімдендіру системасын алып қарайтын болсақ, бүгінгі күнде міне 35 түрдегі hücretlerді инсан факторсыз технологиялардан пайдаланған халда сол мұражатлерін қылғаннан кейін бүгінгі күнде бұл бойынша мұражатлер сол жоғары білімдендіру системасында 2-2 барабарға сол азайғандығын бүгінгі күнде ең тикарынан сол инсан факторының сол кемейтіру бұл процесслерде һәм бұнан тысқары бұл тек қана ол жерде коррупцияның алдын алу емес, бұл жерде һәм бюрократияның һәм қағазбаздылықтан алдын алуға айрықша әтібар қаратылып атырды бүгінгі күнде. Міне президентіміздің өзі айрым мысалдарды келтірді. Бұндан мәселен 7-8 жыл бұрын жоғары оқу орындарына кіруде әлбетте бұл таныс білісілік системалар бар еді. Ол жерде тарау салластырылды. Имтихандар һәммесі мемлекеттік тест орайы тарапынан қазіргі күнде сол онлайн алынып атырды. Ол жерде инсан факторы ұлыма дерлік жоқ. Соның үшін сол жоғары оқу орындарына бүгінгі күнде қабылдау процесслері һәммесі бұл 100% инсан факторсыз әмелге асырылып атырды. Құрметті президентіміз сол жоғары оқу орындар ректорларына да тапсырмалар берді, бірқатар вазипаларды алдымызға қойып қойды. Яғни бұл жерде біз студентлеріміздің, міне алымларымыздың коррупцияға қарсы жойбарлары, стартап һәм инновациялық басылымаларын қолдап қуатлау бойынша система жолға қойылады. Бұл дегені сол студентлеріміздің өздерінің ішінен сол коррупцияға қарсы күресу бойынша олардың ең жақсы идеялары, ең жақсы проектлері, ең жақсы сол стартап проектлері, ұсыныстары әлбетте бір есепке алынады һәм солар тикарында жұмыслар әмелге асырылады. Құрметті президентіміз айтып өткен еді, реформаларымыздың ең нәтижелілігі бұл бәрінен бұрын садық, быдайы һәм коррупцияға төзімсіз жаңа әулетқа әлбетте тікелей байланысты деп айтып өткен еді. Бұл процесте әлбетте біз сондай пікірі пәк жас әулетті тәрбиелауымыз біздің ең тикарғы вазипамыз болып есептелінеді. Міне бұл бойынша міне мектепке шекемге тәлім мектеп тәлім министрлігіне бұл бойынша тапсырма берілді. Яғни тәрбие пәні шеңберінде сол қазіргі мектептерде оқып отырған ұл қыздарымызға адалдық, біреудің хақына қиянат етпеу сияқты игілікті идеяларды әпуай тілде түсіндіріп бару керек екендігін атап өтілді. Әлбетте бұл процесте біздердің сол бағдардағы гуманитар бағдардағы, басқа бағдардағы біздің ең тәжірибелі біздердің оқытушыларымыз, профессор оқытушыларымыз әлбетте бұл процесте актив қатынасады. Ұлым алып айтқанымызда сол коррупция келешекке қауіп деген идея тикарында жаңа Өзбекстан жастарының қабілінен орын алатын система жаратылады.